Сонда Иса оларға астарлы әңгімелер айта бастап былай деді. Бір кісі жүзім бағын отырғызады. Оны дуалмен қоршап қояды. Әрі жүзім шырынын сығып алуға арналған шұңқыр қазып, күзет мұнарасында салады. Кейін бағын жүзімшілерге жалға тапсырып, өзі басқа жаққа сапарға аттанады. Мерзімі жеткенде, бақтың иесі оның өнімінен өзіне тиісті үлесін алу үшін жүзімшілерге бір қызметшісін жұмсайды. Бірақ олар қызметшіні ұстап алып, ұрып соғып, құр қол қайтарып жібереді. Бақтың иесі өзге бір қызметшісін жұмсайды. Олар оның басын таспен ұрып жарақаттап, намысына тиіп, қорлап, қуып жібереді. Қожайын тағы басқа біреуді жұмсаса, әлгілер оны өлтіріп тастайды. Содан кейін қожайын өзге де көптеген қызметшілерін жібереді. Ал олар кейбіреулерін ұрып соғып, басқаларын өлтіріп тастайды. Бақ иесінің жұмсайтын тағы бір адамы өзінің сүйікті ұлы қалады. Ақыр соңында қожайын менің ұлымнан қаймығар деп ойлап, оны да жұмсайды. Бірақ жүзімшілер өзара, бұл мұрагер ғой, қане жүріңдер оны өлтірейік, сонда мұрасы біздікі болады деседі. Олар ұлды ұстап алып, өлтіріп, бақ сыртына лақтырып тастайды. Енді жүзімдіктің иесі не істемек? Ол келіп, жүзімшілерді өлтіріп, бағын басқаларға тапсырмақ. Киелі жазбалардан мынаны оқымап бедіңіздер. Құрылысшылар менсінбеген тас енді үйдің басты іргетасына айналды. Жаратқанның өзі соны істеді. Көз алдымызда бұл керемет болды. Исаның өздері туралы астарлап айтқанын ұққан дінбасылар оны тұтқындамақ болды. Алайда олар халықтан қорыққандықтан Исаны тастап жөндеріне кетті. Кейінірек басшылар Исаға бірнеше парызшылдарды және Иродтың жақтастарын жіберді. Бұлар қитұрқы сұрақ қойып, Исаны өз сөзінен ұстауға тырысты. Осылай олар Исаға келіп, былай деді. Ұстаз, сіздің әділ екеніңізді білеміз. Біреуге жағыну ниетінен аулақ болып, ешкімнің бет жүзіне қарамай жұртты шынымен Құдайдың жолына үйретесіз. Ал енді, Рим патшасына алым салық төлеуіміз дұрыс па, әлде бұрыс па? Соларды өтеуіміз қажет пе, жоқ па? Бірақ бұлардың екі жүзділігін біле қойған Иса, мені азғырып сынамақсыңдар, бір күміс теңгені алып келіңдерші, көрейін, деді. Олар біреуін әкеліп берді. Иса, мына суретпен жазу кімдікі? деп сұрады. Олар, Рим патшасыныкі, деп жауап берді. Сонда Иса, олай болса, патшаға тиістісін патшаға, ал Құдайға тиістісін Құдайға беріңдер, деп тұжырымдады. Әлгілер Исаға таңданып қайран қалды. Садукейлер өлімнен қайта тірілу жоқ дейтін. Сондықтан Садукейлер ұйымының кейбір мүшелері Исаға келіп, мына сұрақты қойды. Ұстаз, Мұса пайғамбар бізге мынадай бұйрық жазып қалдырған. Егер біреудің үйленген бауыры артынан бала қалдырмай қайтыс болса, онда сол адам оның жесіріне үйленіп, марқұм бауырына ұрпақ қалдырсын. Бірде ағайынды 7 жігіт бар еді. Солардың тұңғышы үйленіп, артынан бала қалдырмай өлді.
жесіріне екіншісі үйленіп, ол да артынан бала қалдырмай бұ дүниеден өтті. Үшіншісімен де солай болды. Сол әйелге жетеуі де үйленіп, бала қалдырмай өлді. Ақыры бәрінің соңынан әйелдің өзі де көз жұмды. Ендеше, қиямет күні қайта тірілгенде әйел қайсыныкі болады? Ол жетеуінің де әйелі болған еді ғой. Иса оларға былай деп жауап қайырды. Киелі жазбаларды және Құдайдың құдіретін ұқпағандықтан жаңылып жүрсіңдер, солай емес пе? Себебі өлімнен қайта тірілгеннен кейін адамдар әйел алмайды, күйеуге де шықпайды. Сол жағынан олар көктегі періштелер іспетті болады. Ал өлгендердің тірілуі жайында Мұса пайғамбардың қалдырып кеткен Тәурат кітабындағы тікенді бұта туралы бөлімді оқымап бедіңдер. Ыбырайым, Ысқақ және Жақып дүние салғаннан көп жыл өткен соң, Құдай Мұсаға былай деді: мен Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың Құдайымын. Ол өлілердің емес, тірілердің Құдайы. Демек, мүлдем жаңылып тұрсыңдар. Бірден мұғалімі жақындап келіп, олардың айтысып жатқандарын тыңдап тұрған еді. Исаның жақсы жауап бергеніне көзі жетіп, оған: Таураттағы өсиеттердің ең бастысы қайсысы? деген сұрақ қойды. Иса оған былай деп жауап берді. Бәрінің ең бастысы мынау: тыңда, Исраил, Құдайымыз жаратқан ие, жалғыз иеміз. Құдай иеңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен, бар күш қуатыңмен сүй. Бұл басты өсиет. Ал екіншісі де сол сияқты: өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды да солай сүй. Бұлардан жоғары өсиет жоқ. Сонда дін мұғалімі Исаға былай деді: Сіздікі дұрыс, ұстаз. Құдай жалғыз, одан басқа Құдай жоқ деп шындығын айттыңыз. Оны шын жүректен, барлық ақыл оймен, бүкіл жан дүниесімен, бар күш қуатпен сүю, әрі маңайындағы адамды өзіндей сүю, Құдайға арналған құрбандықтармен, басқа да сый тартулардың бәрінен де жоғары. Иса сол дін мұғалімінің парасатты жауап бергенін көргенде оған: Құдайдың патшалығынан алыс емес екенсің, деді. Бұдан кейін Исаға сұрақ қоюға ешкімнің батылы бармады. Иса ғибадатханада тәлімін жалғастырғанда, сондағы адамдарға былай деп сұрақ қойды: дін мұғалімдерінің Мәсіхті, Дәуіттің ұрпағы деулері қалай? Дәуіттің өзі киелі рухтың жетелеуімен жаратқан ие менің иеме былай деп айтқан: мен жауларыңды табаныңның астына салып бергенімше отыр оң жағымда деген ғой. Сонымен Дәуіттің өзі Мәсіхті ием деп атаған соң, қалайша Мәсіх Дәуіттің ұрпағы ғана болады? Жиналған көпшілік Исаны сүйсіне тыңдады. Ол соларға тағы былай деп тәлім берді: дін мұғалімдерінен сақтаныңдар. Олар ұзын шапан киіп, базарларда жұрттың өздеріне сәлем беріп құрмет көрсетуін жақсы көреді. Олар сондай-ақ мәжілісханаларда сыйлы орында отыруды, әрі қонақасыларда төрге жайғасуды ұнатады. Сонымен қатар олар жесір әйелдердің үй жайын ішіп жеп тауысып, әдейі көзге түсу үшін ұзақ сыйынып мінәжат етеді. Бұлар бәрінен бетер қатаң жазаланатын болады. Содан кейін Иса Құдай сыйлықтарға арналған сандықтардың қарсы бетіне отырып, жұрттың оған қалай ақша салғанын бақылады. Көптеген байлар молынан салды.
Ал келген бір бейшара жесір әйел жалпы құны 4 тиындық 2 бақырды салды. Сонда Иса шәкірттерін қасына шақырып алып: «Сендерге шындығын айтам. Ақша салғандардың барлығынан да мына бейшара жесір көп салды. Себебі басқалардың бәрі өздерінен артылғанын ғана садақа етсе, бұл әйел өзі бейшара бола тұра, күнелтетін нәрсесінің бәрін аямастан берді», деді.